Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ ордасы аптадағы айшықты оқиғаларға арналған шолуды бастайды. Бүгін біз Лукашенконың Тоқаевқа ұсынысы, Путиннің саммиттегі құпия хаты, Дәурен Абаев тұсындағы министрліктің шалағай тірлігі, өзен мұнай-газдағы жемсауы толмаған жемқордың әрекеті, Ердоғанның билік басына қайта келу және тағы басқа тақырыптар туралы түгесіп айтпақпыз. Ендеше бастайық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь пен Ресейдің одағына қосылуды ұсынған Александр Лукашенкоға жауап берді. Солтүстік Қазақстанға сапар барысында Тоқаев Беларусь президенті Александр Лукашенко Қазақстанға одақтық мемлекетке қосылуды ұсынғанын ресми мәлімдеді. Президент Қазақстанға мұндай қажеттілік жоқ екенін айтып, ядролық қаруға қатысты ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді және ядролық сынақтарға тыйым салу жөніндегі шартты еске салды. Айта кетейік, бұған дейін Россия телеарнасының тілшісіне берген сұхбатында Лукашенко Қазақстанға одаққа кіруге ұсыныс жасаған еді. Оның айтуынша, Қазақстан Ресей мен Беларусь одағына кіру керек. Сонда бәрінде ядролық қару боладымыз. Бұдан бөлек, Еуразиялық экономикалық одақ саммиті кезінде Путиннің Тоқаевқа тапсырған хаты қоғамда қызу талқыға түсті. Осыған байланысты президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Ресей президенті Владимир Путиннің Тоқаевқа жазған хатының мазмұны туралы айтып берді. Жалпы, бейнежазбадан Путиннің Қырғызстан президенті Садыр Жапаров арқылы Тоқаевқа хат бергенін, Тоқаев жазбаны оқығаннан кейін ресейлік әріптесіне басын изеп хатты қалтасына салғанын байқауға болады. Писал записку, далее следим кому. Пара секунд на чтение. Реакция. Желдібайдың айтуынша, бұл хатта Еуразия экономикалық одақ елдері басшыларының шағын құрамдағы кездесуі барысында қойылған сауалға ресейлік тараптың жауабы жазылған. Құпия хаттағы негізгі әңгіме қазақстандық компанияларға Ресей темір жолы мен ішкі тарифтер бойынша жүк тасымалдауға мүмкіндік беру жайында болған. Осы аптада экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тіл тигізіп, ар-ұжданын қорлаған азаматтарды жауапқа тартуды көздейтін ереже күшін жойды. Бұл туралы мәжіліс депутаты Снежанна Имашева мәлімдеді. Оның айтуынша, елбасы мәртебесі енді жоқ. Сол себепті қылмыстық жауапкершілік қажет емес және бұл ереже қолданылмайды. Айта кетейік, аталмыш заңда елбасының өзіне қатысты ғана ережелер бар, ал оның отбасы туралы мүлдем әңгіме қозғалмаған. Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы заң күшін жойғаны туралы жарлыққа қол қойған еді. 11 қаңтар күні Конституциялық сот елбасы туралы заң күшін жойғанын растап, 13 қаңтарда Сенат пен Мәжіліс заң жобасын мақұлдады. Назарбаев ел билеген тұста жалынды жыр арнаған ақындар мен көп жанашырлардың қаңтар оқиғасынан кейін бір сәтте теріс айналғанын көз көрді. Ал бұған дейін оны тілдеп жүрген азаматтар елбасының ит терісін басына қаптайтын шығар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Дәурен Абаев министр болған уақытта өткен Еуразия халықаралық кинофестивалі тексеріліп жатыр. Бірқатар заң бұзушылықтар бойынша қылмыстық іс қозғалған. Антикор мәліметті Қазтаг редакциясына растаған. Бірақ тергеу құпиясына сәйкес басқа деректер жария етілмейді. Еске салайық, Дәурен Абаев 2022 жылдан бастап 2023 жылдың қаңтарына дейін мәдениет және спорт министрі болды. Оған дейін президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметін атқарған еді. Биылғы жылдың наурыз айынан бастап Абаев ТМД бас хатшысының орынбасары қызметіне тағайындалды. Алтын адам шеруін өткіземін деп қаржы жымқырған үшін қамалған Арыстанбек Мұхамедиұлының жағдайы баршаға мәлім. Ескі Қазақстан тұсында ел басқарған азаматтарды бір тексерістен өткізетін сәт келді-ау. Өзен мұнай-газ акционерлік қоғамның бас директорының орынбасары
Мәмбет Сапаев өз лауазымдық өкілеттерін теріс пайдаланып, ауыр салдарға алып келді деген күдікпен ұсталды. Мәмбет Сапаев өз лауазымдық мәртебесін пайдаланып, жұмысқа қабылдау туралы бекітілген қағидаларды өрескел бұзып, өзінің бірқатар таныстарын Өзен мұнай-газ акционерлік қоғамына заңсыз кіргізген. Компанияға жұмысқа кіру үшін Жаңаөзен қаласының 9.000-нан астам тұрғындары кезекке тіркеліпті. Мәмбет Сапаевтың заңсыз әрекеттері салдарынан мемлекетке 46 миллион теңгеден астам залал келтіріліп, Жаңаөзен қаласы тұрғындарының компанияға орналасуына көзделген құқықтарының өрескел бұзылуына әкеп соққан. Тергеу барысында Мәмбет Сапаевтың басқа да заңсыз әрекеттері компанияның лауазымды тұлғалардың және мердігер мекемелердің бюджеттік қаражаттарды жымқыру фактілері тексерілуде. Елордада 49-шы мектептің 10-шы сынып оқушылары мектеп директорына шағым түсіріп, бейне жазба жариялады. Оқушылардың үндеуі қоғамда қызу талқыға түскен. Аталған бейне үндеуден кейін мектеп директорының қызметінен босатылған. Астана қаласының білім басқармасы номері 49-шы орта мектептегі жағдай туралы мәлімдеме жасады. Аталған мектеп директорына қатысты қызметтік тергеу жүргізу үшін басқарманың 26 мамырдағы бұйрығына сәйкес жұмыс тобы құрылды. 26 мамырда жұмыс тобының қорытындысы бойынша мектеп директорының іс-әрекеті тәртіптік комиссияның отырысында қаралды. 49-шы орта мектептің директоры білім басқармасының 29 мамырдағы бұйрығымен жұмыстан шығарылған. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Тайып Ердоғанның шақыруымен Анкарадағы Кулие сарайында өткен Түркия Республикасының президентін ұлықтау рәсіміне қатысты. Ердоған ұлықтау рәсіміне арнайы келіп қатысқан үшін Тоқаевқа шынайы ризашылығын білдірді. Салтанатты шараға 40-тан астам мемлекеттің басшылары, үкіметтер мен парламенттердің, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың жетекшілерін қоса алғанда 90-нан астам делегация өкілі қатысқан. Айта кетейік, Түркияда президент сайлауы өтіп, дауыс берудің нәтижесінде президент Режеп Тайып Ердоған сайлаушылардың 52,16% дауысын жинап, қайтадан мемлекет басшысы болып сайланды. Енді ол Түркияны 2028 жылға дейін басқарады. Ердоғанның басты қарсыласы болған Кемел Кылычдароғлы сайлаушылардың 47,84% дауысын жинады. Кылычдароғлы бұл сайлауды Түркия тарихындағы ең әділетсіз сайлау деп атады. Ардақтағайын құрметті көрермен, осымен Қазақ Ордасы YouTube арнасының кезекті апталық шолуы тәмам. Арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.